Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы екі амалды өрнектер. Бұл сабақта сен жақшасыз берілген екі амалды өрнектің мәнін табуды үйренесің. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. Қуан шаттан алақай, қуанатын келді күн. Қайырлы таң, қайырлы күн, күліп шықты бүгін күн, деп отырып балалар. Осындай керемет көңіл күймен жаңа сабағымызды бастаймыз. Балалар, мына өрнектерге назар аударайықшы. Қандай өрнектерді көріп тұрмыз? 4 қосылған 6 тең 10. Екінші өрнегіміз 4 қосылған 2 қосылған 4 тең 10. Екеуі де қосу амалымен берілген. Бірақ балалар, бұл өрнектерде қандай өзгешелік байқалады? Ойланып көріңіздерші. Әрине балалар, бірінші өрнекте тек қана бір қосу амалы қолданылған болса, екінші өрнекте екі түрлі амал қолданылған. Яғни 4 қосылған 2 қосылған 4 тең 10. Немесе мына өрнекке назар аударайық. 10 азайтылған 4 тең 6, 6 қосылған 2 азайтылған 2 тең 6. Бұл жерде қандай өзгешелік бар? Әрине балалар, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде де екінші өрнекте екі түрлі амал қолданылуда. Олай болса балалар, бұндай екі амалмен шығарылатын өрнектерді екі амалды өрнектер деп атаймыз. Ал балалар, екі амалды өрнектердің мәнін қалай табуға болады екен? Мені мұқият тыңдайық. Қосу мен азайтуға берілген жақшасыз өрнектің мәнін табу үшін амалдың ретін сақтап, солдан оңға қарай тізбектеп орындау қажет. Мысалға балалар, 4 қосылған 7 қосылған 8 тең 19 өрнегі берілетін болса, бұл жерде екі түрлі амал берілген. Өрнектің мәнін табу үшін амалдың орындалу ретін сақтап, оңнан солдан оңға қарай орындаймыз. Яғни 4 қосылған 7 бірінші амалымыз 11 шығады. Оған келесі оң жақтағы екінші амал 8-ді қосамыз. Сонда 19 болады. Келесі өрнекке назар аударайық. 20 азайтылған 15 қосылған 2. Солдан оңға қарай 20-дан 15-ті азайтамыз, яғни бірінші амалды шығарамыз. 5 болады. Келесі оған екінші амалды қосамыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7. Бұндай өрнектерді балалар екі амалды өрнектер деп атаймыз. Есте сақтайық. Балалар, сіздерге түсінікті болған болса, мына тапсырманы бірге орындап көрейік. Мені мұқият тыңдаңыздар. Автобусқа алдымен 3 жолаушы, содан кейін тағы 4 жолаушы кірді. Егер алғашында автобустың ішінде жолаушы саны 9 болса, енді автобуста барлығы неше жолаушы болды? Екі амалды өрнек қарастырып, оның мәнін тап. Ал кәнекей балалар, барлығы автобуста жолаушылар саны қанша болды? Осы тапсырмаға сәйкес қандай екі амалды өрнек құрастыра аламыз? Ойланып көрейік. Жауаптарыңыз дайын болса, менің жауабыммен бірге тексерейік. Алғашында автобуста жолаушылар саны 9 болды. Оған тағы да 3, одан кейін тағы 4 жолаушы қосылды. Олай болса, біз осы тапсырмаға сәйкес екі амалды өрнек құрастырдық. 9-ды бірінші 3-ке қосып аламыз, 12 болады. 12-ге 4-ті қосамыз. Сонда барлығы 16 оқушы. Жарайсыздар балалар. Сіздердің тапсырмаларыңыз дұрыс. Екінші тапсырмаға назар аударайық.
Бұл тапсырма сөз құрастыр деп аталады. Берілген өрнектердің мәнін тап, жауаптарын өсу ретімен орналастыр. Жауаптарға сәйкес келетін әріптерден сөз құра. Ал кәнекей балалар, сәттілік тілеймін. Мына өрнектердің мәнін тауып көрейік. Өте жақсы балалар, жауаптарыңыз дайын деген ойдамын. Олай болса, өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. 10 қосылған 0 қосылған 6, 16. 40 азайтылған 30 қосылған 3, 13. 20 азайтылған 1 азайтылған 9. 100 азайтылған 8 азайтылған 1, 19. 40 қосылған 0 азайтылған 20, 20-ға тең. 19 азайтылған 8 қосылған 0, 11-ге тең. Енді осы жауаптарға сәйкес сандарды өсу ретімен орналастырып көріңіздер. Қандай сөз шығады? Тамаша балалар, дұрыс айтасыздар. Қаңтар. Әрине балалар, қыстың бірінші айы қаңтар сөзі шықты. Тамаша. Өте жақсы балалар, барлық тапсырмаларды жақсы орындап жатырсыздар. Енді соңғы бекіту тапсырмасына назар аударайық. Екі амалды өрнектердің мәнін тап. 100 азайтылған 20 азайтылған 10. Өрнектің мәні нешеге тең? 60 азайтылған 10 азайтылған 30. Өрнектің мәнін тап. Ал қанекей балалар, ойланайық. Екі амалды өрнектердің мәнін бірге табайық. Өте жақсы балалар, жауаптарыңыз дайын деген ойдамын. Олай болса, тексеріп көрейік. Бірінші екі амалды өрнектің жауабы 70-ге тең. Екінші екі амалды өрнектің жауабы 20-ға тең. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта жақшасыз берілген екі амалды өрнектің мәнін табуды үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.